Мұрын жиі бітеліп, тыныс ауырласа, бұл қарапайым суық тию емес. Мұрынның бітелуі көпшілік үшін уақытша, жай ғана тұмау немесе суық тиюдің белгісі сияқты. Бірақ егер ол жиі қайталанса немесе ұзаққа созылса, бұл әлде қайда күрделі аурудың белгісі болуы мүмкін. Қауіпті болуы мүмкін 5 себеп. Бірі созылмалы гайморит, жоғарғы жақ қуысының қабынуы. Мұрын үнемі бітеліп тұрады, әсіресе бір жақтан. Басты еңкейткенде ауырсыну. Бет сүйектерінде ауырлық сезімі. Тұрақты сары немесе жасыл іріңді сұйықтық бөлінеді. Мұрын полиптері. Мұрын ішінде өскіндер ісік емес, бірақ кеңістікті жауып тұрады. Тыныс алу қиындап, түнде ауызбен тыныстау, іс сезудің әлсіреуі немесе жоғалуы. Аллергиялық ринит. Көктемде, жазда немесе шаң, үй жануары әсерінен болады. Мұрын бітеліп, жиі түшкіру, көздің қышуы, жас ағу. Ауыр емес, бірақ созылмалы. Мұрын пердесінің қисаюы. Туа біткен немесе жарақаттан кейін бір танау үнемі бітеліп тұрады. Түнде дұрыс тыныстай алмау, қорылдау. Гормондық бұзылыстар. Жүктілік кезінде қалқанша безі ауытқығанда мұрын іші ісініп тыныс тарылып қалады. Уақытша, бірақ бақылауды қажет етеді. Егер мына белгілер болса, дәрігерге қаралымыз. Мұрын 2 аптадан ұзақ уақыт бітеліп тұрса, ауызбен тыныс алу әдетке айналса, іс сезу нашарласа, бас, бет сүйегі ауырса, түнде ұйқы тыныш болмаса. Қандай дәрігерге бару керек? Оториноларинголог, лор. Тексеріп, қажет болса, томография не эндоскопия жасайды. Аллерголог аллергияға сынама жүргізеді. Хирург егер полит немесе мұрын пердесі қисайған болса,